Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Таңғы сағат 5, міне ертерек шығарып жібердім. Міне қаздар жайылып бара жатар. Балапандар өсті, үлкен қаз боп. Үлкен қаз боп өсті. Әне әр жерге сусақ қойғам, соны міне өсіп, көк шығып, көкке жайылып жатыр. Өте ғаламет дерсе. Кәнім қой баяғы. Мына құстың ішіне ең таза осы қаз болады екен ғой. Іштеңке артық іштеңке жемей, тек қана шөп жейді. Тек қана шөп жеп, соған жайылады. Сағат 5-те шығардық, 9-ға дейін жайылады. 9-да қақпаның сыртына келіп, бізді кіргіз, демалайық дейді. Жемін береміз сол кезде. 9-да келген жем жеп алады да жатады өздері. Сағат 2-3-ге дейін жатады. Соны кейін 3-те тамын қайта шығарады. Шығарып өсіп қойы береміз. Ең бір шығатын кезде ана суына түсіп алады көпшікі. Қаздар өз қызық нәрсе екен өзі. Суға түсіп, қолдан жасаған бассейн ғой енді. Ананың бәрін қолдан жасап қойдық, бөгіп алдым. Осыған суға түсіп, сүңгіп, астында бірдемесін жеп, жайылып, рахаттанып, бір сергі болады да, осы суға, көлшігіне. Содан ақырындап, осы жағалап кете береді. Салалы қаздар балапан бар жатыр. Ата қазы анасының қасында. Соны күзетіп жүр қазір. Көп болды келмегені. Сол ағайындар міне. Өрлеп барады жайылып. Өрлеп барады ақыры жайылып. Тынышталды, айғалап шулап шығып еді. Көрдіңіздер ме міне, ақыры өсіп өрлей береді жайылып. Оны басқа дейін барады өздер. Баратын орны бар. Соның қайтады. Мұны таңертең тұрып өзі бір жағынан үлкен адамдар болсын, бала болсын, мұны өзі бір жақсы энергия беріп, жақсы бір спорт қой бұны. Шапқылап жүгіріп жүрсің. Уже бір нәрсе ғой айлансатын. Ауылда тұратын болса адамдар осыны асырау керек дегенде. Суын жағасы асыратын болса рахатты көресіздер. Құрметті ағайындар, сіздерге осындай қаз нәсіп етсін. Осындай қуанышқа бөленіп баладарыңызды, кішкентай баладарды, особенно кішкентай баладарды тәрбиелеу керек. Міне шаруашылыққа, бизнеске, баланы жастан деп айтады ғой. Осыны баладарды үйрету керек дегенде. Қазір немерем келеді, немерем кеп өзі бағады. Ары қарай. Алдымен жемдерін сақ қояды, суын құйып қояды, соған шығады да өстіп, өзі бағып, қағып, өсіріп жатыр. Ол заинтересованы, ол уже неменеге қызығушылығы барды. Айттым, ай батырым, қара батырым, мынау сенің бірінші бастама бизнесің. Осы қаздан сен өзі пайдасын көресің. Күздігіне сен уже мектепке баратын киімді аласың. Уже қызығушылығы бар. Сөйтіп айту керек баладарға. Сол құрметті ағайындар, аман-есен болайық. Өстіп, құс өсіріп, рахаттаныңыздар. Сау саламатта болыңыздар.